Қайырлы күн, Мөлдір Ерболатовты және әріптестер. Мен Талғар ауданы, Талғар қаласы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жалпы білім беретін лицей орта мектебі биология пәні мұғалімі Құттыбаева Гүлнар Қамбаровна боламын. Биология пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі жалпы менің тақырыбым PISA халықаралық зерттеу тапсырмаларын пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту. Әріптестер, микрофонды өшіріп қойсақ. Яғни бүгінгі биология сабағында PISA халықаралық тапсырмаларын пайдалану арқылы оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту, функционалдық сауаттылығын арттыруға болады. Қазір енді бізде сабақтың өн бойы функционалдық сауаттылықты PISA халықаралық зерттеу тапсырмаларымен ұштастыра отырып, сабақты қалай тиімді, оқушылардан қандай нәтиже күтуге болады. Бүгінгі жалпы вебинарда осы сұрақ төңірегінде айтатын боламын. Яғни біз сабақтың арасында, яғни КМЖ құрастырған кезде бір тапсырманы міндетті түрде PISA тапсырмасы ретінде баланың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталып құрайтын болса, PISA тапсырған кезде балада ешқандай қиындық болмайды деп ойлаймын. Яғни осындай тапсырмалар арқылы біз оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға, сын тұрғысынан ойлауға, шығармашылыққа және өмірлік дағдыларын арттыруға бағыттаймыз. PISA тапсырмаларының мақсаты мен олардың ерекшелігі. Біріншіден, PISA тапсырмаларының мақсаты оқушылардың өмірлік дағдыларын, білімдерін, іскерліктерін бағалау, олар оқушылардың ойлау қабілеттерін, өмірлік дағдыларын бағалауға бағыттайды. Бәріміз білеміз, PISA тапсырмаларын оқып отырған кезде ол кәдімгі қалыпты тапсырмадан бөлектеу, күнделікті өмірмен байланыстырған сұрақтар болғандықтан, біз функционалдық сауаттылықты арттыра отырып, әр сабағымызда бір тапсырманы осы бағытқа қарай алсақ, жақсы нәтиже көре аламыз деп айта аламын. Келесі, биология сабақтарында жалпы PISA тапсырмаларын пайдаланудың қандай тиімділіктері бар? Біз қандай тиімділікті қол жеткізе аламыз? Біріншіден, балалардың ойлау қабілеттері дамиды. Екіншіден, функционалдық сауаттылықты арттырамыз. Үшіншіден, оқуға деген оқушының қызығушылықтарын арттырамыз. Себебі PISA тапсырмалары оқушылардың өмірлік жағдайлармен байланысты тапсырмаларды орындау арқылы баланың пәнге деген, оқуға деген, шын мәнінде бұл сабақ біздің қоғамда өмірде жүріп жатқандығын бала түсіне отырып, қызығушылықтары артады. Келесі, PISA тапсырмаларын орындату арқылы оқушыларға деген ынтасын қалай арттырамыз? Біріншіден, қызығушылықтарды арттыру PISA тапсырмалары оқушыларға биологияны өмірлік тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді. Екіншіден, табысты сезіну. Яғни оқушылар тапсырмаларды орындау арқылы өз мүмкіндіктерін көре алады. Мысалы, қазір мен сіздерге бірнеше тапсырма дайындап қойған едім. Мысалы, ауырып қалған кезде ауруханаға барамызда қан талдамасына анализ тапсырамыз. Сонда ол күнделікті бізде қоғамда өмірде болып жатқан құбылыс қой, соны балаға біз тапсырма ретінде берсек, ол не үшін жүргізіледі, және оның мақсаты қандай екенін беретін болсақ, бала шын мәнінде осы сабақта алып жатқан білімдерін өмірде де қолдануға болатындығына, оның өмірлік мәнінің бар екендігіне көз жеткізе алады. Одан кейін өзін-өзі бағалауы артады, яғни бала өзінің жетістігін, өзінің алған білімін өмірде қолданғаннан кейін өз оқушы жетістіктерін өзі бағалап үйрене алады. Келесі, PISA тапсырмаларын жалпы жеңіл, орташа және күрделі деңгейде қолдануға болады. Бұлай деңгейге бөліп отырған себебім, біз сабақтың КМЖ, яғни қысқа мерзімді жоспар құрған кезде, біз тапсырманы топтық па, жекеге ме, жоқ әлде жұптық тапсырма ретінде аламыз ба, соны ескере отырып, біз тапсырмаларды жалпы 3 деңгейге бөліп алғанымыз дұрыс деп қарастырамын. Себебі жеңіл деңгей ол қарапайым, түсініктерді тест вариантында ма,
тест болған кезде де мынаны көрсет демей, сұрақтың өзін бала ойланып барып жауап беретіндей етіп қарастыратын болсақ, бұл жалпы балалар үшін жеңіл деңгей деп ойлаймын. Орташа деңгей, яғни ақпаратты талдау, біз сабақ кезінде кішкентай ғана бір видеоролик па, немесе бір психологиялық бір жағдаятты бере отырып, сол проблеманы қалай шешуге болады деген сияқты сабағымызда қолданамыз ғой, жалпы біз тапсырма құрастырамыз. Сол кезде осы деңгейлерді ескерсек, жалпы жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады деп ойлаймын. Күрделі деңгей, яғни баланы сын тұрғысынан ойлайтындай, қосымша білімдерін жетілдіретіндей талап қоя отырып тапсырманы құрастыруымыз керек. PISA тапсырмаларын орындату барысында оқушылардың ойлау қабілеттері дамиды. Оған біз жалпы тапсырма беріп, бір сыныпқа, мысалы, параллель екі сыныпқа сабақ беретін болсаңыз, бір 9-шы А сыныбына сіз әр сабақ сайын бір тапсырмаңызды міндетті түрде баланы сыни тұрғысынан ойлайтын өмірге байланыстырып функционалдық тапсырма беріп, бір ай тәжірибе жасап көріңіз. Екінші сыныпқа қарапайым кәдімгі сабақтың айналасында ғана тапсырманы беріп сабақ өтетін болсаңыз, бір айдан кейін екі сыныптың ойлау деңгейіне байланысты өзіңіз құрастырып бір тест алып көріңізші, шын мәнінде көзіңіз жетеді. Балаларға қарапайым күнделікті берілген тапсырмаға қарағанда өмірде шын мәнінде бастарынан өткен, қолмен ұстап, көзбен көріп, өзінің практикасында болған тапсырмаға бағыттай отырып біз тапсырма беретін болсақ, балада шын мәнінде прогрессті дамуды көруге болады. Сонда бала сын тұрғысынан ойлау қабілеті дамиды, оның баланың шығармашылық фантазиясы дамиды, және проблемаларды шешкен кезде ол тек бір нұсқа емес, бірнеше нұсқаны айта отырып, проблеманы шешу, қиындықтардан шыға алу әдістерін үйрене алады. Оқушылардың PISA тапсырмаларды орындау кезінде қандай қиындықтар мен қиындықтарды жеңу жолдары бар? Ең біріншіден қиындықтар, яғни түсініксіз терминдер. Ол биологияда жоқ емес, бар. Қиын мәтін, мысалы кейде 10-11 сыныптың оқулықтарын алып қарайтын болсаңыздар, шын мәнінде балаға түсініксіздеу, өте ауыр тілде жазылған терминологиялармен бала кездеседі. Жаңа түсініктерді меңгеру бұрын соңды оны көрмегеннен кейін оған өте қиын болады. Енді оны қандай жолдармен біз жеңе аламыз? Яғни ең біріншіден жаңа терминдарды түсіндіру, мәтінді бірге талдау баламен бірге, қосымша ақпарат ұсыну. Қазір енді бізде ғаламторда бар, TikTokта, Instagramда өте көптеген ресурстар бар. Соларды пайдалана отырып түсіндіруге болады. Оқушыларға қолдау көрсете отырып, осындай түсініксіз, балаға қиындық туғызған тақырыптарды шешу мүмкіндіктеріне ие бола аламыз. PISA тапсырмаларын орындату арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Бірінші, ақпаратты жинақтау, оқушылардың мәтінді талдау, негізгі ақпаратты анықтау дағдыларын дамыту. Ақпаратты талдаған кезде біз критикалық тұрғыдан талдаймыз, дәлелдемелерді бағалау дағдыларын дамыта аламыз. Сосын осы жерде міндетті түрде дәлелдемелерді бағалау дағдыларын ескеруіміз керек. Себебі біз балаларға бір тақырыпты немесе мәтінді берген кезде, бала сол мәтінді түсініп отырып, кері жауап берген кезде міндетті түрде ол дәлелдемелерді айту керек. Мысалы, қазір 11-ші сыныпта біз бағаналы жасушаларды өтіп жатырмыз ғой. Сонда бағаналы жасушаларда инвитро деген бар. Бізде қазір жасушалардың эмбриондық жасушалардың санын қалай үлкен жастағы адамдарға енгізуге болады деген сияқты проблемаларды біз мынандай дәлелдемелер бар деп айтатын болсақ, сол кезде ғана бала шын мәнінде ол тақырыпты түсінуге, оны меңгеруге оңай болады. Үшіншіден, ақпаратты дұрыс қолдана білу керек. Яғни оқушылар алған ақпаратты жаңа жағдайларда қолдану, проблемаларды шешу дағдыларын дамыту.
пиза тапсырмаларын орындатудың нәтижелерін бағалау және оларды пайдалану. Жоғарыда біз айтып кеттік, не себепті пиза тапсырмаларын сабақта қосу арқылы біз баланың функционалдық сауаттылығын дамытамыз дейді. Біріншіден, оларды біз қалай бағалай аламыз? Біріншіден, оқушылардың пиза тапсырмаларын орындау деңгейін бағалаймыз. Екіншіден, оны талдаймыз, нәтижелерді талдау, оқушылардың қандай дағдылар жетіспей тұрғанын анықтаймыз. Қазір барлықтарыңыз білесіздер, ресурстың өте көптігіне байланысты балалар бізде бір сұрақты берсе, соны талдау, ауыз екі сөйлеу, олардың ойлауы деген өте таяз болып бара жатыр. Себебі қазір чат GPT шықты. Қазір бір сұрақ қоятын болсақ, балалар алады, бірден соған сала салып, оның жауабын алып отырады. Ал біз сабақта ондай жеңіл жолды таңдамай, мысалы, бір мәтін берді ма, балаға өзіне мүмкіндік беріп, біз оған тек нұсқаулық көрсете отырып бақылайтын болсақ, онда біз балада шын мәнінде қандай дағды жетіспей отырғандығын нақты біле аламыз деп ойлаймын. Келесі, пиза тапсырмаларын орындауға жақсы бір нәтижеге жету үшін мынандай ұсыныстар бар. Жалпы сабақ жоспарларын жетілдіру, жоғарыда айтып кеттім. Жаңа әдістерді қолдану үшін ұсыныстар беру. Міндетті түрде енді сабақ жоспарына бір тапсырманы міндетті түрде пиза тапсырмасына арнау керек. Келесі, пиза бағдарламасындағы жетістіктерді өз сабақтарында пайдалану және одан әрі жетілдіру. Пиза бағдарламасының жетістіктерін биология сабақтарында қолдану арқылы оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту, функционалдық сауаттылығын арттыру мүмкін. Пиза тапсырмаларын пайдалану арқылы біз оқушылардың өмірлік дағдыларын дамытуға болатындығына көз жеткізе аламыз. Осы тұрғыда сіздерге 9-10 сыныптағы мынандай тапсырмаларды ұсынып отырмын. Яғни, жаратылыстану математикалық бағыттағы біздің қолымыздағы мына оқулықтарға назар аударайық. Мысалы ретінде, биология 9 сынып Атамұра баспасына шыққан мына кітаппен оқимыз, 2019 жылы шыққан. Сонда 4-ші параграфты қарасақ, популяцияның өсудің қисық-сызығы толықтай бетімен де көрсетілген. Яғни, мысалы, мына тапсырмаға назар аударайық. Соның қолданудың, талдаудың бірінші сұрағына қарайтын болсақ, бұл бізде оқулық бар. Осы тапсырманы алып, біз пиза тапсырмасына айналдырып, сәл кішкене баланы ойландыратындай тапсырма құрастырып жіберсек, сіздің авторлық пиза тапсырмаңыз болып табылады. Сонымен қатар, экожүйедегі энергия айналымы, продуцент, консумент деп айта салмай, балалар, бізде табиғатта қоректік тізбек бар. Сол қоректік тізбекте ағзалар бір-бірін қорек етеді. Ол қорек еткен кезде, мысалы, бағалаудың екінші сұрағы. Ғалымдар мынандай пікір айтып кеткен деп, ақбөкендердің салыстыру сұрағын берілген ғой. Мысалы, ақбөкендердің қазіргі кезде неге көбейді, ол бұрын қызыл кітапқа тіркелген еді ғой деген сияқты ой тастап отырып, баланы ойлау қабілеттерін дамыта отырып, осы жерде пиза тапсырмасына айналдырып жіберіп, сәл өзгертіп, түрлендіріп жіберетін болсаңыз, ол да сіздің пиза тапсырмаңыз болып. Келесі, енді 10-шы сыныптағы мен сіздерге қазір мына жерде бірнеше сұрақтарды ұсынып тұрмын. Мысалы, қараңыздар, барлықтарымыз біз 10-шы сыныптың оқулығының 2-ші бөлімін қарастырып жатырмыз. Енді соның ішіндегі бірінші біз суға қарайық. Мына жерде бізде 10-шы сыныптың, яғни мектеп баспасына шыққан 2019 жылғы су алмасуды реттеу деген тақырып. Енді бала бұл су алмасуды реттеу деген тақырыпты оқыған кезде, су бізге не үшін керек, тағы сол сияқты бөліп шығару мүшесіне судың қандай қатысы бар деген сияқты сұрақты өмірмен байланыстыру үшін мына талдаудың бірінші сұрағын оның толықтай бетінде көрсетіп қойылған 204-ші беттегі мына сұраққа назар аударыңыз деп тұр. Яғни, бұл жерде жағдаятты есеп берген, жағдаят деген енді ол проблемалық тапсырма. Бала осы тапсырманы бірінші, мысалы, емделуші, екінші емделуші, зәрдің осынысы концентрациясы берген, емделушіде
үш түрлі концентрация көрсетіп тұр. Енді сіздерге мынандай сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни бірінші, емделушінің қайсысында судың артық мөлшері бар, қайсысында су тепе-теңдік күйде, қайсы сусыздандырылған деген сұраққа жауап берген кезде енді зәр түзілу жылдамдығына назар аударайық деп баланың осы сұрақта жауап беретін кезде мына ақпаратқа көңіл бөлейік. Мысалы, зәр түзілу жылдамдығы бірінші емделушіде 2 миллилитр минутына болады, екінші емделуде 4, ал үшінші емделуде де 1. Сонда сіздердің ойларыңызша жалпы қай емделушіде бірінші сұрақтың жауабына жауап бере аламыз деп ойлаймыз? Сөйтсек қойсын, ойнап қойсын, тастан. Жауап беріп көрейікші, емделушінің қайсында судың артық мөлшері бар денеде, зәрдің осынысы концентрациясы тұр. Қайсында су тепе-теңдік, қайсы сусыздандырылған деп сұрақ қойып, осыны сәл мәтін төбесіне қоя отырып, біз осыны виза тапсырмасы ретінде құрастыруға болады екен. Екінші, бізде нысана мүшелері деп атаймыз, яғни нысана мүшелерді жақсы білеміз. Яғни қанға байланысты қанның әсерінен зардап шегетін мүшелер деп атаймыз. Онда да 206 бетте көрсеткен, ол жерде де мынадай оқулықта дайын тапсырма тұр. Тек біз осыны түрлендіре отырып, виза тапсырмасына айналдырып жіберсек, сіздің авторлық тапсырмаңыз болады. Ол жерде де көрсеткен. Әдетте түнгі ұйқы кезінде зәр түзілу жылдамдығы төмендейді. Ал түзілген зәрдің концентрациясы күндізге қарағанда әлде қайда жоғары болады. Себебін түсіндіріңіздер деген сұрақ береді. Осы сұрақты сіздермен бірге талдап көрейікші. Сіздер қалай жауап берер едіңіздер? Әріптестер? Әріптестер, сіздерге көрініп тұрса, осы сұрақты шешіп көрейікші. Сіздерге жағдаятты тапсырманы шешу дейді. Мәтін былай берген. Әдетте ұйқы кезінде зәр түзілу жылдамдығы төмендейді. Ал түзілген зәрдің концентрациясы күндізге қарағанда әлдеқайда жоғары. Себебін түсіндіріңіздер. Түнгі ұйқы кезінде артериялық қысым қалай өзгереді? Қандай гормон тамыр тонусымен зәр түзілу процесіне әсер етуі мүмкін? Бүйректің түнгі жұмысының ерекшелігінің себебі неде? Қалай жауап берер едіңіздер? Мысалы, 10-шы сынып оқулықта тұрған тапсырма. Осы тапсырманы жалпы виза тапсырмаларынан кездестіруге болады. Осыны сәл сіздің фантазияңызды қосып жіберіп, тапсырмаға айналдырып жіберуге болады. Не деп жауап беретін едік? Сонда, мысалы, бала бізден сұрақ қою мүмкін. Апай, сонда бізде күндізгі ұйқы, күндіз бізде зәр түзілу мөлшері өте көп, ал бірақ оның концентрациясы сонда төмен ба деген. Сонда осы сұрақты бала егер шын мәнінде сіздің сабағыңызда қоятын болса, сол баланың берген жауабымен мына берілген жағдаят екеуін бір-біріне қарама-қарсы қоя отырып, сұрақтың жауабын бірлесе отырып не істеуге болады екен? Шығаруға болады екен. Дәл сондай сіздердің қолдарыңыздағы келесі биологияда мына тақырыптардағы 21-ші бетте, мысалы, майлар мен липидтердің сипаттамалары деген биологияның бірінші бөлімінде бізде тақырып бар. Соның 21-ші бетін ашсаңыздар, сіздерге тағы да жағдаятты тапсырма берілген. Сол тапсырманы сабақта талдау арқылы баланың ойлау деңгейі, оны өмірмен, мысалы, майларды біз күнделікті бала ойлайды, мысалы, біз міндетті түрде кәдімгі таза майды қолданамыз ба деймін. Осы жерде қайтадан айтып кетуге болады, жоқ, біздің кез келген тамақтың құрамында майлар бар. Мысалы, кез келген бір затты сатып алатын болсақ, оның сыртындағы пакетіне міндетті түрде балалар назар аударайық. Сол жерде көрсетілген 100 грамм мысалы тағам құрамында осынша
пайыз бізде көмірсу, нәркөз немесе май бар деген сияқты. Сонда біз майды тек қана кәдімгі еттің құрамында, яғни немесе сұйық май түрінде емес, біз кез келген тамақтың құрамында май болатындығына көз жеткізуімізге болады деп айтып кетуімізге болады екен.